Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен бірге құрамындағы заттары қолжетімді бағада болатын және ең бастысы пісіруді қажет етпейтін салаттың рецептімен бөліспекшімін. Ол үшін бізге керегі тұздалған қияр, салат листі, кептірілген копченый колбаса, сыр, чечет, қызанақ, майонез керек болады. Осылардың барлығын әдемілеп турап араластырып ұсынатын боламыз. Олай болса бастайық. Ең алдымен копченый колбасамызды дөңгелетіп, кесіп, одан кейін оларды ортасынан бөліп аласыздар. Одан соң қызанақтарды да бөліктерге бөліп, қажетсіз екі шетін алып тастайсыздар. Сырымызды да дәл осылай үшбұрыштап кесіп бөліп аламыз. Сонда әдемі көрінетін болады. Тұздалған қиярымызды да сыр секілді ғып үшбұрыштап кесіп аласыздар. Салат жапырағын қолмен үзіп аласыздар. Чечилді жіңішкеге ажыратып бөліктерге бөліп аламыз мінекей. Осының бір бөлігін торап қосасыздар дағы, қалған бөлігін қазір салаттың бетіне сәндеуге, әсемдеуге қажет болады. Оған алып қаламыз. Ешқандай тұз, бұрыш қосылмайды бұл салатқа. Себебі сырдың, чечилдің, тұздалған қиярдың өзінің дәмі шығады, сондықтан қоспайсыздар. Майонез қосып араластырып аласыздар. Мінекей салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да қызықты видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Баршаларыңызға үлкен рахмет.